Музыкалы тенефісімізні яптық. Енді көресіңіз, қоларымызда Яңы Дүния газетасының ең тазе саны. Ве тамам шымды біз бұл газета ақында лав ерсетежеміз. Студиямызда мұсафыр болынмақта. Әлбетте, әдет үзре, достар, яңы санымен біз таныш olacağımız. Мұнда насыл мәлумат бар, насыл вақалар мұнда тақдим етілер. Шынды әршіні өзіңіз, огренежесіңіз. Біздің студиямызда есе Яңы Дүния газетасының муарирі Найлер Ешітова. Селам алейкум, қош келдің студиямызға. Насылсың? Яқшайым, сағылыңыз. Яңы Дүния газетасының яңы тазе саны шықты. Не ақында газетаның оқуйжылары, абонежілері оқуйжақлар? Іште бұл саны жұма күні шыққан еді. Ве керіңіз бақайық, тамам бұл санында нелер бар, насыл бір хаберлеріні оқия білеміз. Бірінші сайфеде, мисал үшін, әрзаман көбі Госкомназ хаберлеріні оқия білеміз. Строгановкада ишлер ақында ве яны евлерінің анақтарлары берілді деген бір қысқа хабер бардыр. Тамам Бақчысарай районында яны евлерінің анақтары берілді ве бұл анақтарлар алған инсанлар оларға хайырлы олсын деп айтамыз. Ве бұл ең мұйым хаберлер, Қырымда ең мұйым хаберлеріні оқия білеміз. Оларының қованшылық тефсірлеріні оқымаға мүмкін, өлем? Әбе. Екінші сайфеге кечсек. Екінші сайфеге кечсек. Сенкісіне бақайын. Яқшы. Біз менің yazған мақалем или қаршылаша білеміз. Елда бір күнні интернетсіз кечіріп олырсыңыз мұ? Бұл иштимаи сорав 29 күні, январының 29-ында, 27-сінде да doğrusu интернетсіз күні қайды етілмекте. Ве тамам мен біздің яшларымыз арасында böyle бір иштимаи соравны яптым ве өз фикірлеріні айттылар. Чешет түрлі зенат сайыплері атта фетисленбейді мұнда бар. Интернетсіз яшап олырым деп айтқан едім, ләкин башқалары насыл айтты, бұл да мерақлы. Башқалары үшін, мисал үшін, Ержимыз Қалиса Аблаева айтты ки, интернетсіз яшамаға мүмкін, қолай, бұда да еңгіл. Башқалары, мисал үшін, бекелері де үшін интернет бек керектір. Олар евде отырсалар да, мұтлақа бала бақымақ үшін кенеде мультфильмлеріні қоймаға, бір мешғул yapmaға баласыны, тевсиелерінен интернеттен оқия білелер. Ве әлбетте бір зенатнен мешғул олсан, интернет керек. Бір іште мен белесем интернет керек. Мен белесем, кележек сеференде бір күнні дегілде бір айны деп сұрамаға керек. Чөнке бір күн бұл әлбетте қолалы. Бір күн интернетсіз бір инсан яшай білей. Мен белесем, ама кележекте да бір афта, бір ай десем, бұны да инсанларының фикірлеріні бұақта. Жидdi суал olacak, бет ақылсыңыз. Интернетсіз яшамаға мүмкін, ләкин неге керек бөлі яшайыш деген инсанлар да çok olacak мен белесем. Башқа мақалелерге кешсек? Башқа мақалелерге кешсек, муфтият хаберлеріні екінші сайфеде әрзаман көбі оқия біледеміз. Меккеде ажылық 2019 сенесі бойынша мүшавере өткерілді. Іште бұның ақында қысқа хаберлер. Ве мұйым бір хабердір балалар үшін ана тілі курслары açılmakta, tamam faydalı ilim medeni marif merkezinde açılacak. Ana tili kursları hem balaçıklar için hem büyükler için. Demek ki bütün istegenler anda barıp ballarını bere bileler bu kurslarga. Bilecekler. Pek güzel. Beteki sayfede bizim hadimimiz Server Bekirov, Fikret Salidinov hakkında yazgan edi. Müzikanen uğraşkan insan çeşit janrlarda çalgan kemaneci aslında ve onun hayat yolu hakkında, icadi yolu hakkında bu makalede tarif etken. Pek meraklı. Vatan Sedası radyosu hakkında. Evet, endi Kırım'nın 80%'ını kaplap alam. İşte bu haberini de okuya bilemiz, demek dalgalarını da öğrene bilemiz. Kırım'nın kaysı bölgesinde nasıl bir dalga çalışa
Ве бұның ақында бұл мақале асылында ве әлбетте енді ватан седасының дінлейділері рат дінлей білелер. Вет асында пек файдалы бір мақале, бұнда жетвел бар, анда жетвелде қайсы шерде насыл далға чалышмақта тамам бұл yazıла, çünkü білеміз ки ватандашларымыз бір шерден башқа шерге, бір райондан башқа районға кечкенде, машинада кеткенде далғаларны деңіштірмеге мечбурлар, çünkü ватан седасының далғасы да деңіші. Ве тамам бұл далғаларымызны білмек үшін Яңы Дүния газетасында мақалесінде бөле бір жетвел бар, анда қайсы шерде насыл далға олғаны yazıла, бұны іште бұл сайфеде өгрене білесіңіз. Мен білесем, бұтын бұл сан ішінде Фетислямның ең бегенген мақалесі тамым радио қанда олды әлбетте. Мен бұны олсыз да білем, Лиля. Мен башқа мақалелерінде оқымаға істердім. Яқшы. Девам етеміз, 4-ші Ватан сайфе. седасы, әр заман кібі, мұйым бір аятымыздың парчасы. Небетіке сайфеде біз балачықлар үшін қысқа икейлер, айненелер, ширчиклер, текерлемелерні yazған едік. Іште балалар дүниясы рубрикасы, мұнда ең бөлі ренклі ресімлер или япқан икейлерні оқия білеміз. Өз балачықларыңызға оқия білесіңіз. Бөлі геде ятқанда, баласыны юқлатқанда пек кереклі олacak. Bizim böyle sayfamız da var. Yani балачықларны hiçbir vaqt diqqatsiz qaldırmayıq. Evet. Aynını da koyamız bunda. Beşik yeri elbette meraklı ve en esası hikmetli hikayeler. Aha, 5-ci sayfede de bala dünyası devam ediyor. Büyük bir sayfa, evet. Elbette ki sayfede, yani 6-cı sayfede biz hatırlav makalesini görebiliriz. Tatamның faciası. Bizim milli iştirakçımız Pevvat Zeti bu sefer öz tatası hakkında yazgan edi ve onun hayat yolu hakkında, yani o Kırım'a kelgende, koçup kelgende nasıl bir vakayalarla karşılaştı, onun hastalığı hakkında, onun ömrü hakkında elbette atalarımızın aslında ömrü kıyın edi. Burada koçup kelgende bu vakitleri aslında böyle kolay değil ve böyle bir şekilde Pevvat Zeti bunu anlatkan edi tamam bu makalesinde. Yani 1945 senesinin vakayalarına. Evet, bu da pek mühim. Ve okuyucularının hikayeleri doğru mu? Evet, bizge yazalar. Çünkü evet okuyucularımız da bizge yollaylar ve bu aslında en büyük galibimiz, mükafatımız çünkü böyle cevabını almağa ve aslında onlar da bizge böylelikle yardım ederler, yani makalelerini çıkartmağa, onlara teşekkürlerimizi bildiremiz. Gönül ihtiyacı degen bir makale, men bilesem böyle da doğrusu lirik makale, onu da okumağa tavsiye edemiz. Elbette sayfede biz ne için böyle deyimiz rubrikasını görebiliriz. Birçok ibarelerinin ve onların anlatması. Evet. Misal için birkaç tanesini okuyayım. Zorga dağlar dayanmaz. İşte bu ibareni her bir insan farklı anlayabilir ve bunun hakkında kısaca bunda anlata. Ervin ağa ve bunu da men bilesem bilmege istegenler mında okuyabilirler. Mama endi merak oldum. Ne anlamına keleyken bu ibare? Sen oku Fetислям. Yaxşı. Ve Millet teleprogramması, Millet telekanalının teleprogrammasını görebiliriz. Her zaman ne bizni bekley Millet telekanalında bunu endi bileceğimiz. Elbette ki yani sonki sayfasında biz ulu sala yani sinapnoe facia yüreklerde yaşay. Böyle bir tedbir geçirildi ulu salada. Aslında bu tedbir hakkında söz yürütsek, böyle milletimizni yani çeken tedbirler men bilesem milletimizni böyle birleştiriyor.
Ве керчектен де Гүзел Исмаил Гаспринский адына күтіпханесінде кечірілген. Ве бұның ақында да оқымаға тевсие етеміз. Ве да бұл сайфеде біз böyle бір конкурс ақында оқия білеміз. Ел тербиежесі 2019 унванını қазанмақ үшін конкурс кечмекте. İşte бұл конкурс ақында ве мүкафатлары ақында мұнда оқия білеміз. Кім іштирак еті біле ве насыл ве не ерде о кечіріле. Ве нені да қошмаға істейм, асылында Бізім Яны Дүния газетамызға әр заман yazылмаға мүмкін. Егерде yazылсаңыз бұл ай, яғни енді келечек айдан газетамызны ала білежесіңіз, абоне индексіміз 64-561. Çok sağ olun Eyle. Келгенің үшін, böyle meraklı sanмен bizні tanıştırғаның үшін, biz seni da stüdyamızda bekleyimiz ve yanı sanlar ve yanı malumat ile. Çok sağ ol, xayrlı günler. Böylece sayғылы достар, Яңы Дүния газетасының мақалелері ақында қысқаша мәліматын олгірендік. Тәфсилатлы білмек үшін сіз өзіңіз бұл газетаны алып оқия білесіңіз. Біз есе яйынымызны девам етеміз.